Қайырлы күн достар. Егерде еті өте жұмсақ, дәмді классикалық рецептпен дайындалған қуырдақ дайындалғыңыз келсе, міндетті түрде менің каналыма жазылып отырыңыздар. Қоңыраушаны басып отырыңыздар. Ең алдымен бізге сиыр еті керек болады. Сиыр етін көбік қып турап аласыздар. Өз қалауларыңыз бойынша жылқы немесе қойдың етінен дайындасаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Біздің жағдайда біз сиыр етін алдық. Көп жағдайда өкпе, бауыр қосады, бірақ та біз қоспадық. Қорып жатқан етімізге тақымына қарай тұз, қара бұрыш, паприка, сонымен қатар біз арнайы етке арналған дәмдеуішті қостық. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіз көріп тұрғандай, етіміз өте дәмді, жұмсақ болып пісті. Ендігі кезекте картофельді салып, жақсылап араластырасыздар да бұқтырып қоясыз. Бір 20-25 минуттай уақыт жеткілікті. Сонымен қатар кішкене бір стакан қайнаған су қосып жіберсеңіздер болады. Біздің қуырдағымыз пісіп қалды. Классикалық рецепт болғандықтан пиязды соңынан қосамыз, осылай жоғарғы қабаттарына сеуіп қойсаңыздар жеткілікті. Біздің қуырдағымыз дайын, үстінен зелень қоссаңыздар болады. Сіздермен бірге болған мен Ақбота. Егерде дәмді, қолжетімді бір жасағаннан керемет шығатын рецепттер керек болса, міндетті түрде менің каналыма жазылыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.